Сәлеметсіздер ме? 6 сынып 3 тоқсан тжб математика пәнінен бізде бірінші тапсырмада А, Ә, Б, В дегендерді теңдеулер берілген. Берілген теңдеулердің қайсысы мәндес дейді. Жауаптары бірдей теңдеулер, яғни мінекей мен жерде шығарып қойғанмын. Жауаптар бірдей теңдеулерді басқаларында шығарып көрсеңіз болады. Қазір кішкене көрсетейін, кішкентай қылып үлкейтейік. Сонда бізде Д және Ә және Б деген жауабы, яғни дұрыс болады екен. Екінші тапсырмада бізде берілген ішінен симметрия өсі жоқ фигураларды таңдаңыз дейді. Яғни бізде мысалы қараңыздар, бірінші А деген сызықта былай бөлсеңіз симметрия өсі бар. Кішкене дұрыс сызылмай қалды қазір. Былай бөлсеңіз негізі симметрия өсі бар. Солай түсініңізді. Ал мысалы мынада да бит бөлсеңіз де бар. Мына Еде былай бөлсеңіз де, былай бөлсеңіз де симметрия өсі бар. Негізі симметрия тікенен сызылатын болса керек еді негізі бірақ. Ал мыналарда қараңыз, мысалы Б, С, Ф-ларда, мына Ф-да былай бөлсең де, былай бөлсең де тура келмейді. Симметрия өсі жоқ, тең келмейді бөліктері. Сағатта да бөлінбейді, ал В-да да былай бөлсең де, былай бөлсең де. Осылай түсініңіздер да, яғни сонда бізде Б, С, Ф-ларда симметрия өсі жоқ. Үшінші есепте мына теңсіздіктерді қос теңсіздік түрінде жаз дейді. Астында 7 кіші 15 және 7 15-тен кіші және 15 20-дан кіші. Әсінде -1 үлкен -5-тен және -1 кіші 0-ден. Бұл жерді бітеміз. Асында екеуінде де 15 деген сан бар. 15 деген сан бар. Енді -1-де әсінде -1 бар. Бұл жерде біз сонда 15-ті ортасына, -1-ді ортасына қоямыз. Асында 7 кіші 15-тен 15 кіші 20-дан. Әсі -5 кіші -1-тен, бірақ -1 кіші 0-ден. Сонда неяқта ең үлкен сан болып тұрғаны 20 мен 0. Катер өзен ағысымен 3 сағат жүрген жолда ағысқа қарсы 4,5 сағат жүрді. Катердің меншікті жылдамдығы 25 км болса, онда өзеннің ағысының жылдамдығы қанша дейді, қандай? Бұл жерде мен қазір бірден жауабын жазып қойдым. Неге? Көрініп тұрған шығар. Бізде Т1 3 сағат ағыспен жүрген бұл. Т2-міз бізде 4,5 сағат ағысқа қарсы жүрді. Ағысқа қарсы жүргеннен кейін байлаулайды ғой, сол үшін де ұзақ уақыт кетеді. Жылдамдық, меншікті жылдамдығымыз бізде ВМ дегеніміз меншікті жылдамдығы 25 км сағат. Ал ағыстың жылдамдығы бізде белгісіз болыпты. Сондықтан да бізде S1 мен S2 тең болып тұр да, не болса да сонда. Былай түсіндіңіздер оны былай. Мысалы, мына сызып қойдым мен қазір. Ағыспен жүрсе дейді. Мысалы, не қарай ағыс болып жатыр да, не қарай? И потом сен осы қарай жүрдің. Енді не қарай ағыс болып жатыр ғой. Яғни, сен сол ағысқа қарсы былай жүрдің. Сол кезде 4 сағат былай ұзақ уақыт кетеді. Сол үшін сонда екеуі де бір метрда, мысалы 1 километр жүрді дейік. Мысалы 1 километр жүрді, жүзді дегендей. Түсініп тұрған шығарсыздар. Сонда бізде S-міз екеуіне де бірдей санға тең. Сонда бізде S1-міз де, S2-міз де бірдей санға тең болып тұр. Осылай V1 мен көбейтеміз Т1-ді, солай
жазып шықтым осы жерге. Мынау негізі Т2 еді. Т2. Осылай жауап бізде сонда ВА-ның сонда бізде жауабы ВА-ның сонда бізде жауабы ВА тең 5 км сағатқа тең болып тұр. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Мінекей түсіріп алсаңыздар болады. Бесінші тапсырмада теңдеу шешіңдері деліпті. Бізде мінекей модульде теңдеу берілген. Мен ол теңдеуін мына жерге шығарып қойғанмын. Қазір сіздерге соны түсіндіремін. Қазір оңайырақ болып. Мінекей бізде мынау теңдеу. Бізде теңдеу модульде тұр, иә. Модульдегі теңдеуді біз шығаруымыз керек. Мысалы, бізде модульден қандай сан шықса да, минустан плюста сан шығады. Сол үшін бізде екі теңдеу шыға алады. Осылай. Біреуінде минус жазылып, біреуінде плюс жазылып шығады. Осылай мына жердегі 2, мына жердегі минус 2, плюс 2 болып өтеді мына жерге. Плюс 2 болып өткеннен кейін, онда қосылғаннан кейін екеуі 7 болады. Мына жердегі модульдерді алып тастаған кезімізде, мына жерде плюс те минус 7 деп сан шығып, мына жерге тағы да екі түрлі теңдеу шығарылады. Мінекей сіздерге бәрі түсіндірдім. Мына жердегі минус 3, плюс 3, мына минус 3 болып барады. Мына жердегі минус 3 болып барып, сонда минус 10 шығып, минус x2, x минус 5 деген сан шығады. Ал мынау екіншісінде, мінекей бізде минус 5 сан шығып, модульден сан шыққан кезде бізде минус сан шығады. Бізде модульден ешқашан минус сан шықпайды. Сол үшін бұл есептің мәні болмайды. Сол үшін дәл өйстіп жазып қоясыздар. Алтыншы тапсырмада бізде теңсіздікті x кб үлкен b түрінде алып келіңіз. Мұнда x және b бүтін сандар деп жазып қойыпты. Мінекей бізде осындай берілген. Мен оны мына жерге қазір орындадым. Мінекей сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Қазір өткейдейін. Мінекей бізде мына жерден ортақ еселікті 20-дан береміз. Өйткені 5-де, 4-де, 2-де бүкіл 20-ға көбейтіледі. Ортақ еселік беріп, дәл осылай жазып аламыз. Не үшін біз ортақ еселік береміз? Өйткені бізде шығару өте оңай болады. Дәл осылай шығарып алғанымыз. Солай бізде 80 деген, осындай 80 қосылған 28x азайтылған 12 үлкен, ол 15x кіші, қосылған 25 азайтылған 30x. 28x қосылған 30x азайтылған 15x. Үлкен 25 қосылған 12 азайтылған 80. 43x үлкен 37 азайтылған 80. 43x үлкен минус 43-тен, сонда бізде x минус 1 деген сан шығады. Неге? Сонда бізде координаталық нүктеде салатын болсақ, мына жерде тұр ол. Сонда бізде минустан x үлкен болып тұрғанда, сонда бізде сан мына жаққа қарай кетеді ғой. Өйткені плюс шексіздік болады бұл. Плюс шексіздік болғаннан кейін ол осы қарай кетеді де, координаталық нүктеде дәл өйстіп сызылады. Сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Қазір тағы да дұрыстап көрсетемін. Жетінші тапсырмада координаталық жақсыста А 6-дан 6, Б минус 2-ден 2, С 4-тен 1 және Д минус 2-ден 4 нүктелерін белгілеңіз. АБ және СД түзулерін жүргізіңіз дейді. Бізде біріншісінде АБ және СД түзулерін қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз. Екіншісінде АБ түзуінің апписа осымен қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз. Үште СД түзуінің ординат өсумен нүктесінің координаталарын табыңыз депті. Жетінші тапсырмада бізде координаталық жазықта
а 6-тан 6, б минус 2-ден 2, с 4-тен 1 және д минус 2-ден 4 нүктелерін белгілеңіз. А, б және с-ді түзулерін жүргізіңіз дейді. Мінекей бізде тапсырмалар беріліп қойған мына жерде 1-2 деп. Мен бұны бұл жерде мынаусын а деп, мынаусын ә деп, мынаусын б деп белгілеймін. Қазір астында шығарылып қойғанмын. Сол үшін егер түсінбей жатсаңыздар, ойлап қалмаңыздар. Біріншісі а, екіншісі ә, үшіншісі б. Мінекей мен мына жерде шығарып қойғанмын. Бізде каренталық нүктеге мына жағымыз бізде x, мына жағымыз y болады. Бізде а-мыз 6-тан 6. Міне мына жердегі 6, мына жердегі 6 екеуі түйісіп, мына жердегі минус 6 болып тұр. Осы жері біз сызылған. Я, бірақ бұл минус 6 сызылмайды. Яғни бізде а-мыз мына 2x-тің ортасында тұр. Қазір қайттан көрсетем. А-мыз бізде мына 6 мен мына 6. Осы жеріміз бізде а болып тұр. Ал в-мыз бізде минус 2-ден 2-ге шейін. Мына жер бізде б. Минус 2-ден 2-ден мына жеріміз б. Ал бізде с-мыз 4-тен 1 дейді. С-мыз бізде мына 4. И мына жерде 1. Осы жер міне с. Ал д-мыз бізде минус 2-ден 4-ге дейін. Қазір көрсетейінші. Міне минус 2 и 4 екеуінің қиылысу міне д болып тұр бізде. Ал бізде а нүктесі 0,3 деп жазып қойғанмын. Өйткені қараңыздар, а, б және с нүктелердің қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз делінген. Дәл осылай мен белгілеп қойдым. Яғни не болса да сіздер дұрыстап осылай арнай қашықтарын дұрыстап сызуларыңыз тиіс. Бізде сонда а-мыз бізде қараңыз координатасы деген ғой. Яғни бізде сонда к-мыз бізде 3 болады. Мына жердегі 3. К тұр. Бұны түсіндіру ұзақ уақыт алады. Сол үшін яғни бұл к. Ал екіншісі бізде не деп айтылған еді? А-б түзуін абспица осымен қиылысы нүктелерінің координаталарын табыңыз дейді. Біз бұны е деп аламыз. Бұны яғни бізде 0-ден, яғни мына жерге дейін барады. Сонда бізде бұл жақ е. Біз бұл жерді, мына жерді 0 деп ала саламыз да, сонда минус 6-тан 0 деп барады. Өйткені мына жерде бұл x-тің бойында тұрғандықтан 0 деп барады. Ал к-мыз бізде тағы к-мыз 0-ден 3. Осылай бізде жауап осылай шығады барлығынан. Түсіндікті деп ойлаймын. Енді жақсы жазып алуларыңызға болады. Үлкейтіп көрсетейін.